Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымызда алдыңғы өтілген тақырып бойынша қайталау жұмыстарын жүргіземіз. Ең бірінші кинетикалық және потенциалдық энергия, механикалық энергия деген не екендігін есімізге түсіріп алу үшін мына тест сұрақтарына жауап береміз. Бірінші сұрақ. Жұмыстың орындалу шапшаңдығын сипаттайтын шама не деп аталады? Жұмыс, В энергия, С қуат, Д күш. Екінші сұрақ. Күштің әрекетінен орын ауыстырғанда атқарылған жұмыс қалай аталады? А энергия, В қуат, С механикалық жұмыс, Д ауырлық күші. Жұмыс пен энергияның өлшем бірлігі қандай? Ньютон, джоуль, паскаль, ватт. Дененің жұмыс істей алу қабілеттілігін сипаттайтын шама қалай аталады? А ауырлық күші, В дене салмағы, С жұмыс, Д энергия. 5. Кинетикалық энергия қалай белгіленеді? А Е П деп белгіленеді, В Е К деп белгіленеді, С А деп белгіленеді, Д Н деп белгіленеді. Кинетикалық энергияның формуласы қандай? А МВ квадрат бөлінген 2, В F бөлінген S, P тең F бөлу S, С F тең mg, Д тең Д, P тең mg. Потенциалдық энергияның формуласы қандай? А Е П тең болады mgh, В Е К тең болады МВ квадрат бөлу 2, С F тең Kx, Д P тең mg. Потенциалдық энергия дегеніміз не? А. Денелердің қозғалысы бойынша анықталатын энергия. В. Денелердің өзара орналасуы бойынша анықталатын энергия. С. Жұмыстың орындалу шапшаңдығын сипаттайтын шама. Д. Дененің инерттілігін сипаттайтын шама. 9. сұрақ. Қысымның формуласы қандай? А. П тең mg, В М тең ро В, С F тең mg, Д P тең F бөлу S. 10. сұрақ. Қысымның өлшем бірлігі қандай? А. Килограмм, В ньютон, С метр бөлу секунд, Д паскаль. Тест тапсырмасын орындап болғаннан кейін мына физикалық диктантты орындаймыз. Яғни бос орынды толықтырамыз. Механикалық энергияның ережесін жазамыз. Механикалық энергияның қалай белгіленуін жазамыз. Және де кинетикалық энергияның есептеу формуласы, кинетикалық энергияның есептеу формуласын түрлендіріп масса мен жылдамдықты анықтау формуласын жазамыз. Энергияның негізгі өлшем бірлігі қандай екенін жазамыз. Және де энергия бірліктер арасындағы байланысты келтіреміз. Яғни біз білеміз 1 килоджоульда 1000 джоуль бар екен, 1 мегаджоульда миллион, яғни оның 6 дәрежесі джоуль бар екендігін, 1 миллиджоульда оның -3 дәрежесі немесе 0,1 джоуль бар екендігін. Осы халықаралық бірліктер жүйесін ескере отырып төмендегі сандарды джоульға келтіреміз. Қандай жағдайда дененің энергиясы бар деп айтуға болады деген сұраққа жауап жазамыз. Сол есептерді шығарамыз. Үйге тапсырма оқулықтағы 148 беттегі 5 және 7 есептерді шығарамыз. Бүгінше сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.